Шымкентте алғаш рет халықаралық мирас түркі сәндік этно-дизайнерлер форумы басталды. Ауқымды шара Шымкент қаласының әкімдігі және Әзербайжан Республикасындағы түркі мәдениеті және мұрасы халықаралық қорының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Форумға Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінен, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкенттен танымал дизайнерлер мен қолөнер шеберлері қатысуда. Форум аясында алғашқы баяндама Өзбекстаннан келген этно-дизайнердің сөзінен басталды. Ол ұлттық киімдердегі көне өрнектердің мағынасын ашып, олардың түркі мәдениетіндегі символдық рөлін түсіндірді. Дизайнер қолөнер дәстүрін жаңа заман сән индустриясына үйлестіріп, ұлттық мұраның эстетикалық құндылығын сақтай отырып, дамытудың маңызын атап өтті. Көрсетілген коллекцияда ою-өрнек пен тарихи нақыштардың бүгінгі жастарға жақын стильде жаңа шешімдері ұсынылды. Я занимаюсь уже 25 лет. Менің текстиль және этнодизайн саласындағы жолым 25 жылды құрайды. Осы уақыт ішінде түркі тілдес халықтардың ортақ рухани байлығы, ұлттық нақыш, ою-өрнек, киім мәдениеті мен қолөнер дәстүрін терең зерттеуге ден қойдым. Бүгінгі форумда біз бір елдің емес, жалпы түркі әлемінің ортақ мәдени коды мен салт дәстүрін заманауи сән арқылы жаңғырту, республика көлемінде өзекті мәселелерді талқылап, дамуға бағыт алған ортақ ұстанымды қалыптастыру үшін бас қосып отырмыз. Соңғы 8 жыл ішінде мен этнодизайнға кәсіби деңгейде бет бұрып, өз шығармашылық ізімді таптым. Форумда сөз сөйлеген мәдениет саласының өкілдері шараның негізгі маңызын айтып өтті. Олардың айтуынша, мирас тек сән фестивалі емес, түркі дүниесінің ортақ мәдени болмысын сақтау және жаңа буынға жеткізудің маңызды стимулы. Бұл жерде жас дизайнерлер ұлттық кодты заманға бейімдеудің ғылыми, тарихи және шығармашылық қырларын бірлесе талқылап, ортақ бағыт қалыптастыруға мүмкіндік алады. Бүгін шырайлы Шымкентте біз керемет бір түркі әлеміне өте маңызды шараны өткізіп жатырмыз. Бұл түркі дүниесінің ою-өрнек және сәндік өнерінің дүние жүзіне белгілі түркі дүниесінен келген сарапшыларды, ғалымдарды шақырып, осы біздің шырайлы Шымкентте үлкен симпозиум, көрме, дефиле және жәрмеңке сияқты керемет шараларды өткізіп келеміз. 2 күнге жалғасатын халықаралық мирас форумында ғылыми конференциялар, шеберлік сабақтары, қолөнер жәрмеңкелері және этнодизайнерлердің сән көрсетілімдері өткізіледі. Форум өз жалғасын тауып, қонақтарға түркі мәдениетінің амбассадорлары саналатын Тұран тобы арнайы концерттік бағдарлама ұсынады. Айта кетейік, шара қала тұрғындары мен қонақтары үшін тегін. Форум алдағы жылдарда дәстүрлі түрде өткізіледі деп жоспарлануда.